Сәлем достар, өте дәмді және де тез дайындалатын құлпынай қосылған тарт дайындаймыз. Арнаға тіркеліп, қоңыраушады басуды ұмытпаңыз, сонда сіз видеоны ең бірінші көретін боласыз. Құрғақ ыдысымызға қант, оған жұмсақ сары майды қосып, миксердің көмегімен үлкен жылдамдықта миксерлейміз де жұмыртқаны бір-бірден қосып араластырамыз. Видеода көрсетілгендей. Массамыз біркелкі болғаннан кейін қаймақты қосамыз, одан кейін ұнды қосып миксерлейміз де жұмсақ қамыр елейміз. Бұл қамырды тоңазытқышқа 30 минутқа қойып қоямыз. Кез келген формаға қамырымызды жайып, қызып тұрған 180 градус пеште пісіріп аламыз. Одан кейін кремін жасаймыз. Салқын кілегейге қант ұнтағы, сүзбелі ірімшікті қосып, массамыз тұрақты болғанға дейін миксерлейміз. Барлық ингредиенттер міндетті түрде салқын болуы тиіс. Піскен коржықтың үстіне кремді жағып, құлпынайды орналастырамыз. Тоңазытқышқа 2-3 сағатқа қойып қойыңыз. Астарыңыз дәмді.